Сәлем баршаға. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы Наполеон тортын жасайтын боламыз. Барлық қажетті заттарды видеоның астына салып кетемін. Ең алдымен қатты, яғни морозильникке салынған майды үккіштен өткізіп аламыз. Оның үстіне мен бұл жерде кішкентай қылып жасаймын тортты. Ал сіз мен видеоның астында қалдырған ингредиент бойынша жасасаңыз, кәдімгі үлкен 25-30 көлемді торт шығады. Менде үйде 2 адам болғандықтан 2 есе аз етіп жасаймын. Үккіштен майды өткізіп болған соң, оны онымен жақсылап араластырамыз да, мұздай суға, кәдімгі морозильниктен шыққан мұздай суға 1 жұмыртқа және уксус, 9% немесе 7%-дық уксустан 1 шай қасық қосамын. Және жаңағы ұн мен майымыздың үстінен құйып қамыр жасап аламыз. Қамыр жасаған кезде қатты илеудің қажеті жоқ, тек қана ұндарды бір-біріне біріктіреміз. Егер оны біз кәдімгі қамыр ұқсатып илейтін болсақ, майымыз қолдың температурасында еріп кетуі мүмкін. Ал ондай жағдайда ол қатпарлы болмай қалады, яғни слоеный болмай қалады. Тек ұндарды бір-біріне біріктіру арқылы қамыр дайындап аламыз. Және бұл процесті тез-тез жылдам істеуге тырысыңыз, өйткені май еріп кетпеу керек. Қамырды илеп болған соң, оны 8 бөлікке бөлеміз. Сегіз бөлікке кішкентай 8 бөлік шығады менде. Ал сіз егер үлкен кәдімгі торт жасайтын болсаңыз, сізде де 8 бөлік, бірақ үлкен болып шығады. Және мен тортты 4 бұрышты қылып жасаймын, сондықтан қамырды да сондай етіп дайындап қоямын. Ал егер сіз думалақ формалы жасайтын болсаңыз, қамырды думалақ етіп илеңіз. Керекті формаға келтіріп алған соң, холодильникке қамырымызды кемінде 2 сағатқа қойып мұздатып қоямыз. Және бұл кезде біз кремімізді дайындаймыз. Ең алдымен сүтті газге қойып қоямыз қайнау үшін. Және сол кезде ыдысымызға жұмыртқа, шекер және кукурузды крахмалды салып жақсылап араластырамыз. Біздің жасайын деп жатқан креміміз пломбир кремі. Сіз басқа өзіңізге ұнайтын крем қолдансаңыз да болады. Ингредиенттерімізді жақсылап араластырамыз. Кішкене ағарады араластыра беру нәтижесінде. Сол кезге дейін араластырамыз. Дайын болды. Енді біздің қайнаған сүтімізді аламыз да, үстіне араластыруымызды тоқтатпастан аз-аздан сүтті құямыз. Араластыруымызды тоқтатпауымыз керек, және өте аздан құямыз, өйткені жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Осылайша барлық сүтті құямыз да, жақсылап араластырып, оны қайтадан осы жаңағы сүтті қайнатқан ыдысымызға құямыз да, газге қойып тоқтатпастан араластырып тұрамыз. Бір бұрқ етіп қайнап шыққанша, осындай қою крем болғанша араластырып тұрамыз. Асты жабысып қалуы мүмкін, сондықтан араластыруымызды тоқтатпаймыз. Дайын кремге сары май салып, ерігенше араластырамыз. Және бұл кремді де суытып, холодильникке салып қоюымыз керек. Крем мұздауы қажет бізге. Ол кезде біз сливки, яғни клегей 33-35%-дық клегейімізді алып,
миксерлейміз де жаңағы кремнің үстінен құйып екеуін араластырамыз. Мен кішкене сливкиді сұйықтау